неғұрлым жаттығулар өскен сайын оның қиындығы да түсе бастайды. Сіз бір нәрсені жақсылап түсінеміз. Тыныс бір қалыпты неғұрлым жоғарғы нотаға баратын болсақ, соғұрлым бізге энергия керек. Соғұрлым біз бұлшықеттерімізді кере түсуіміз керек, тілді керуіміз керек, ауызды кеңінен ашуымыз керек. Алдыға итеруіміз керек. Дыбыс әрдайым мен мұндамын деп шығып тұру керек та, алдыға. Бұлай көбісі бұлай айтады. Жетпей қалады да ше. Жетпей керек. Керісінше оның үстінен басып айтуымыз керек. Еркін, жеп-жеңіл. Резонатор. Мұрын әрдайым қосылады. Және мынандай жаттығу істейміз. Кешірім сұрайын, төмен айтамыз. Зия. Осылай жасаған дұрыс, бұлай жасаған қате. Зия деп түспейміз керек. Зия деп дыбысты мұрынға алып келуіміз керек. Дыбысты алдыға шығаруымыз керек. Андай болады ғой, ұрысқақ дерске адамдар болады. Ал сен өзіңді кім деп ойлайсың деп өзінше болады адамдар. Деп ше, сол секілді алдыға шығаруымыз керек. Атака. Зия. Бастадық сіз. Керемет. Зия. Сіз. Керемет. Зия. Сізден кешеңіз. Дыбысты төбеден бастаймыз. Бердік пе? Зия. Болмау керек. Зия. Төбеде асқақтап тұру керек дыбыс. Кеттік. Толтырамыз. Ұртты толтыр айтамыз. Ұртта көп ауа тұрғандай. Зия. Сіздің кешеңіз. Дауыс плоский болады. Не үшін плоский болады? Потому что біз бұлшықеттерімізді кермейміз. Бұлшықеттерді керу үшін елестетіңізші, сіздің бір жақын адамыңыз, мысалға бір досыңызды талайық. Сіздің Айдос деген досыңыз бар деп есептелік. Айдос деген дос сіздің алыста кетіп бара жатыр да. Айдосты тоқтатқыңыз келіп тұр да, көріп қалды. Содан кейін шақырасыз ғой. Айдос! Айдос, тоқта! деп айғайлаймыз ғой. Хей! Айдос, тоқта! деп айтпаймыз ғой. Тамаққа салынып кетеді. Айдос! Дейміз как будто біз андай жаңғырып үлкен граммофоннан шығып жатқандай. Сондай дыбыстармен шығарамыз. Зия! Түсінікті ма? Керемет. Жалғастырамыз. Зия! Өте керемет. Стоп. И
Өте жақсы. Өте керемет. Өте керемет. Осылай әрдайым жаттығымыз.